жүректе тыныштық болмаса, бұл өте қиын екен. Өйткені адам деген тынымсыз, мазасыз болады. Сосын біреу кінәлі сияқты болады. Бірдеме істейік десек, біреу кәдімгідей не істеп тұрған сияқты болады. Соған мешать етіп тұрған сияқты болады. Кейде өзімізге әлгіміз келмейтін тұстарды байқағымыз келмейді. Өзіміздің әлсіз тұстарымызды мойындағымыз келмейді. Оның барлығы мойындау ауыр, қабылдау да ауыр. Оны көбінесе психологияда созависимый дейді. Созависимость дейді, тәуелділік дейді, былай айтқанда, қазақша айтқан кезде. Көптеген өмірімізде тұстарда біз өзіміздің кемшілігімізді де қабылдау ауыр да бізге. Өйткені көбісі ойлайды да, егер мен оны қабылдасам дейді, сондай болып кетем деп ойлайды. Жалпы қабылдау деген ол мойындау. Я менде бар. Мойындаған адам ғана одан арыла алады. Ал мойындамаған адам оны бар екенін мойындаған жоқ қой. Қорқады да ол. Нәпсін жиналмай жүргенмен хабары жоқ өзін. Нәпсін жиналмай жүр. Адам нәпсін жеңу үшін сол нәпсінен де мықты болу керек та. Ол үшін оны рух керек, жігер керек. Оны мойындайтын. Сонда ғана адам оны мойындаған кезде ғана уже көп болса я кішкене мұнаяды. Бізге мұнаю адам баласына мұнаю тәнті сезімі. Біз өмірімізді мұнаймен өмір сүре алмаймыз. Қаншама өзімізді алдасақ та, бір қымбат дүниелер сатып алып, өзімізді жұбатсақ та, қанша жұбатып отырмыз, қаншама ақшаның бәрі кетіп жатыр жұбатумен. Бірақ оның бәрі жан тыныштығын орнына қалыпқа келтірмейді да. Бірақ өкініштісі көбісі ондайларды не істемейді, мән бергісі келмейді да. Өйткені көңіл күйім түсіп кетеді дейді. Ал ішкі жан дүниесі көңіл күй түсіп жүргені расымен де назар салғысы келмейді да. Өз-өзін алдап жұбаныш іздеп жүргенде ол қалай өз-өзіне өз ойлағандай көмектеседі. Өзінің санасы соны алдап жүрген сана шығу жолын көрмей қалады да көбінесе. Тоже ондайларға көбісі мән бермейді. Жүре береді. Құрсыншы дейді. Өмір бірақ былай қарап тұрсақ өтіп жатыр ғой. Өмір қарса өтіп жатыр. Бірақ соның барлығын адам бірінші түсіну керек та. Мен не істеп жатырмын деген сияқты. Өмірімнің мақсаты қайда? Мен ойлаған арманым қандай еді? Мен не істеп жүрмін деген сияқты бір адам бір оңашалану керек. Кейде сондай ойлануға да адамға 2 сағат, 3 сағат та аз болады. Себебі күйбеңдік, мына заманда қарбалыс, жүгіріс, сөйтіп жүргенде қазақтың тойы бар, қонағы бар, бала шағасы бар. Сөйтіп жүрген кезде тіпті оңашалануда уақыт жоқ. Әйтеуір басын жастыққа тиеді, құлағанда әйтеуір. Кейбір әйелдер өте кеш жататын әйелдер болады. Гормондары бұзылады. Көптен ойларды ойлап, шешілмеген мидағы түйіндер болады да, түрлі. Сол түйіндер жүреді. Әр нәрсе ойлағандықтан, бәрі ойдағыдай болмай жатырғандықтан. Бірақ соның барлығы миды жейтін ойлар бар емес пе? Өтке шақтың түрлі заттардың ойлары да. Қарап тұрған кезде. Соның бәрі адамның энергиясын тартып тұр да. Біз қазіргі шақпен, қазіргі енді өмірімізді ойлайық десек, отношенияда да болмай жатқан нәрселер бар емес пе? Мысалға, қолдау көрсетпейді. Құрсыншы дейсің ғой, кейде құрсыншы қолы көрсетпей ақ қойсын, не істейміз? Өмір ғой енді, бала шағымыз бар, өмір сүрейік дейміз ғой. Бірақ сонда да жаңағыдай не болады да? Қолдау көрсетпей ақ қойсын дейсің ғой. Бірақ сонда да кері тартып тұратындар болады да. Раздражать етеді, кәдімгідей планды жаңағыдай ысырады, жаңағыдай не істетеді, жоққа шығарады, соның бәрі мешать етеді. Сол кезде не істерін білмей қаласың да, бір анандай өз-өзіне сенімсіз болып кететін кездер болады, дәрменсіз болып кететін болады, жылағында келіп алатын кездер болады. Бірақ кейбіреулер сондай нелерді, состояние дейді ғой, эмоцияларды ұстайды да. Ол негізде адамның ағзасындағы жаңағы біздің әжетханаға барамыз деген сияқты ұстауға болмайтын сияқты шығаратын нелер ғой, сезімдер ғой адам бойында. Просто кейбір адам жақсы сезімдер сезінгісі келеді, мысалы сенімді болу, уверенный дейді ғой, былай айтқанда. Өзін бағалағысы келеді, қуанышты болғысы келеді, сондай да, бір наркотик сияқты сондай сезімдер іздейді да. Жаңағы өзіне біреулер бірдеме сатып алып жатады, бүгін көңілді болайыншы деген сияқты да. Сөйтіп, бірақ ойламайды да, сол негативный сезімді де ол бір адам бойында бір қоқыс сияқты нәрсе, оны да бір шығарып тастау керек қой деген сияқты. Былай айтқанда онша назар салмайды да.
көбісі ойлайды да, өйстіп жүре берсем бір күні бәрі жақсы болады дейді. Андай иллюзия да, жалғанда. Сосын тағы жүреді, сөйтіп уақыт өтіп тағы жүреді, жақсы болатын жағдай жоқ та. Күннен күн әлсіздік, слабость, тағы жүрейін дейді. Сөйтіп жүре береді да, уақыт өтіп жатыр да. Олар жаңағы нені уже сөйтіп өз-өзін алдап, сөйтіп бір уақытқа жұбаныш іздеп, жаңағыдай не істеп, бір уақытты күтіп, бірдемеге тәуелдайды, әйтеуір бір нәрсе келеді ғой, сол кезде болады, бір чудо күтеді да, бірдеме болады бір күні. Жақсы болады дейді. Енді үмітсіз шайтан қазақпыз ғой, енді жақсы ойлаймыз, ырымдаймыз, бірақ енді адамға деген бұл өмірде аяқ қолы бар болғандықтан, сау адам болғандықтан, 12 мүшесі бар болғандықтан, ол әрекет ету керек қой, бір амал жасау керек қой, былай қарап тұрған кезде. Сосын біреулер айтады да, жасап жатырық қой амал дейді да. Қандай амал жасап жатсың? Мысалға, кір жуамын, үй жинаймын, тамағым пісіріп жатырмын. Жоқ, осы проблема шығатын нақты амалдар жасау керек. Ол амалдарды жасауды білмейді, біреулер түсінбейді, даже біреулер қандай амал жасау керек деп сөйтіп ойланатындар да бар. Мысалы, мен білмеппін қандай амалдар жасау керек деген сияқты. Сонда не сөйтсе, ол амалдарды көрмей тұруына или қандай амалдарды білмей тұруына адамға ресурс жетпейді да. Жаңа қазақша айтқанда ресурсты қолдау дей ма, поддержка дей ма, сондай бір күш, қуат жетпейді да. Былай айтқан кезде сол психолог келген кезде или психотерапевттер сол қуатты ашады да адам бойында. Сол қуатты ашқан кезде ана алла тағала деген біздің бойымызда, өзіміздің бойымызда сол қуаттар бар ғой. Олар біреу айтады да, ол психолог деген сен өміріңді біреу істеп бермейді, біреу бүйтіп бермейді. Ол рас, сіздің өміріңізді ешкім істеп бермейді, ол рас. Сосын біреу айтады, ол не керек, жыр айтып, негатив айтып дейді. Адам болғасын, адам жаңа ішіндегі қоқысын да шығарып тұру керек қой. Біздер деген қазір мына заманда біреуге қоқысымызды шығарсақ дұрыс түсінбей қалады, или айыптап тастайды, тағы да көңілін қалып қояды да, бекер айттым дейсің да, или өзің жағымсыз күйде болып қаласың да. Сосын айтады, кімге сенерін білмейсің да, поддержка жоқ та. Сосын айтады, ойлайды да, как бы құрсыншы, тағы да жараланып қалам, жаңағыдай көңілсіз болып қалам дейді да. Енді көңілім түсіп кетеді, жаман болып қалам, сосын өкініп қалам, сөйтіп айтқаныма өзіме неприятно болып қалады. Ол тыңдай алмайтын адам, мысалға да, оны ойламайды да, мен тыңдай алмайтын адамға айттым, менің мұнымды ести алмайтын адамға айттым, өзінің жарасынан қашып жүрген, негатив естісі келмей жүрген адамға айтып қойған шығар дейді. Ойламайды да, бекер айттым дейді да, уже істеген ісің барады да, обесценить етіп тастайды да. Адам өз-өзін кінәлау жақсы ғой. Біздер біреуге әліміз келмесе де әйтеуір өзімізді түсіруге әліміз келеді. Біреулерден ұялып істесек, қорқып не істесек, әйтеуір өзімізге әліміз келетін істейміз да, өзімізге. Сосын барамыз анда психологический мида самонаказание қосылады да. Сосын отырамыз, өзіміз кінәлап, енді іште бір кінәлі сезім сияқты болады ғой, психологический кінәлап отырамыз да, бір жағымыз ойымызбен да, өзімізді. Бітті, бекер айтып тастадық деген сияқты. Асанда ойламаймыз да, біз дұрыс, ой, мен білген жоқпын ғой ол адам өйтіп айтатынын, на самом деле. Ну что, мен айттым, бірақ ол адам деген мен тыңдай алмайтын адам болып шықты ғой деген сияқты. Ақыл түймейміз да, ақыл түймейміз, өзіміздің ісімізді, неміз бәрі обесценить етіп тастаймыз да. Сол үшін келеді да психологке, психолог тыңдайды, не істейді, психологын обесценить етпейді, кәдімгідей тыңдайды. Сонда адамға оказывается бар ғой, қолдау беру деген сонда бір жылы сөз, сосын есту мұныңды, поддержка ғой. Сонда адам жаңа қолдау алмай тұрмын деген, мұнымды еркін айта алмай тұрмын, мұнымды айтса ма, естіп, солай ма, білмедім деген сияқты. Ол да бір мойындап сөйлеспейді да, естіп, сондай алып да бір деп қол ұшын созып ондай істемейді. Қолдау деген сол да, поддержка деген. Ол поддержка деген ақшада емес та, кейбір адамдарда ақша бәрі бар да, просто андай не болмайды да, рухани жағынан қолдау болмайды да. Көбісі мысалы балаларына да қолдау беріп жатырмын ғой дейді да, бірақ оларға жаңағыдай ақшамен киім алып береді, жаңағыдай күшті заттарын алып береді, қыдыртады да, бірақ олар балалармен ашылып сөйлесіп, жаңағыдай бәрі демей-ақ қой, енді көп жағдайларда сондай болады да. Енді ол сіздерге тиіп кетсін деп мен айтып отырған жоқпын, жалпы айтамын да. Енді сол менің айтайын деп отырған сендерге. Қолдау деген ол кәдімгі ішкі жан дүниеңнен сен біреуге сенесің, қандай тақырып болса да сөйлесе аласың, айта аласың, тыңдайды деген сияқты ғой.